бір кездері ауыл шетінде бір отбасы тұратын. Олардың үйінде ерекше бір мысық өмір сүрді. Мысықтың аты Ақұшқын, әрі ол өте ақылды және сезімтал жануар болатын. Ол отбасымен бірге талай жыл бойы өмір сүріп, олардың көңіл күйін түсініп, қиын сәттерде жұбатып жүрді. Бір күні Ақұшқын қартайып, табиғи өмірі аяқталды. Үйдің адамдары оны жер қойнына тапсырды, бірақ үйде оның жоғы қатты сезілді. Бірақ біраз уақыт өткен соң таңғаларлық жағдайлар бола бастады. Үйдің ішінде Ақұшқынның жүргеніндей сезім пайда болды. Кешке жақын, отбасымен бірге дастарханда отырған кезде, аяғының астында бірдеңенің жеңіл сипап өткендей болғанын сезетін. Кейде түнде мысықтың әдеттегідей жастыққа келіп жатқанын байқап, бір жылы лебізді сезетін, бірақ қараса ештеңе жоқ. Ақырында отбасы мүшелері Ақұшқынның рухы олардың жанында әлі де бар екенін түсінді. Мысықтың елесі оларға бұрынғыдай тыныштық пен жұбаныш сыйлайтын. Олар оны қорықпай, керісінше бұрынғы досының қамқорлығы деп қабылдайтын. Ақұшқынның елесі отбасыға әрдайым жақсылық әкеліп, қиын сәттерде демеу беріп жүргендей болды. Сол сәттен бастап, бұл үйде Ақұшқынның есімі тек жылы сезімдермен айтылатын. Мысықтың елесі оларға шексіз мейірімділік пен адалдықтың мәңгілік белгісі болып қалды.